Мамандығым мақтанышым. Подкаст сұхбатта. Қызылорда облысы Арал ауданы Толқын балабақшасының әдіскері Ділмағамбетова Ғалия Байшоқы қызы. Адамның бір қызығы бала деген. Дүние дидарын көрген бала ең әуелі анасы мен әкесін танып, өсе келе тәй-тәй басып ең алғаш білім ұясы балабақшаға барады. Саған сенім артып, үкідей үлбіреген өз болашағын аманаттаған ата-ананың діттеген межесінен көрініп, үкілі үмітін ақтау, талмас төзім мен тынымсыз еңбектің жемісімен келетін абыройлы кәсіп деп айта аламын. Философ Жан-Жак Руссо айтқандай, бала туылғанда ақ қағаздай болып туылады. Оның үстіне шимақты қалай салсаң, қағаз бетіне дәл солай түседі. Бала тәрбиесі де сол сияқты. Баланы қалай тәрбиелесең, солай қарай бағытталады. Әрбір бала бір жолды. Бала ол бір шырақ секілді. Оны сөндіріп алмай, жарқ еткізіп жағып, арманына қанат бітіріп, ой қиялын ұштастырып, болашаққа жол сілтеу, өмірге деген көзқарасын қалыптастыру, қоршаған ортаға бейімделуіне түрлі дағдыларды игертіп, әлемді тануына, әрбір баланың жүрегіне жақындап, дұрыс бағыт бағдар беру – бұл менің мамандығым. Менің мамандығым тәрбиеші. Тәрбиеші болу бұл жай ғана кәсіби міндеттерді орындау ғана емес. Бұл балалардың өмір жолындағы әуелгі бағдаршам десек те болады. Ой қиялым бала менен көмкерген, балабақшам саған жетем ертемен. Тәрбиемен тәлімді ұрпақ шығарар, мамандығым мақтанышым, мәртебем.